Саламатсыздар. Бүгін орталық телевизия торабының ұсынысымен сіздерге Жұңго бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар жөнінде лекция жасамақшымыз. Төменде бірінші лекция. Жалпы елімізде сақталған қазаққа қатысты құжаттардың жағдайы қалай деген мәселелер ертеректен бері іздену үстіндеміз. Біз қазірге дейінгі зерттеулер қарағанда бұл жағындағы зерттеу жетістіктері онша көңілді толтырарлықтай жасалып келген жоқ. Бұл жалпы парша осы мәселені зерттеп жүрген жалпы зерттеушілерге барлықтарына аян. Десе де жақын жылдардан бері осындай жұмыстарды жақсырақ істеуге ниеттендік. Осы байланыспен елімізде сақталған қазақ хандығы тұсындағы жәнегі қазақша құжаттар жөнінде іздену алып бардық. Бұл енді қазірге дейін жалпы білеміз, жәнегі қазақ хандығы жалпы Чин патшаның жоңғарларды тыныштандырғаннан кейін қазақ хандығымен тікелей барыс-келіс жасайды. Дәл осындай қазақша құжаттар осындай тарихи жағдайда туындаған дүние. Сондықтан біз осы жақтарына көбірек көңіл бөлдік. Енді төменде осының негізгі жәнегі табылған құжаттар негізінде бір-бірлеп айтпақшымыз. Жалпы қазірге дейін бізде сақталған дүние қаншылық, қанша құжат бар, олардың жағдайы қалай деген мәселелерді айтуға тура келеді. Енді біз тексеріп зерттеу барысында бірталай дүниелерді байқаған болдық. Қазірге дейін өзіміздің жәнегі тексеріп зерттеу негізінде табылған дүниелердің жалпы сандары, оның ішінде қазақша құжаттар бар, және қазақ хандығы жағынан жазылған және тот моңғол тілінде құжаттар бар. Осылардың жалпы саны мөлшермен 173 айналасында болды. Енді осылардың ішіндегі қазаққа қатысты, яғни қазақтардың өзінің жәнегі ескі қазақ жазба тілімен жазған дүниесі қаншалық дегенде жалпы 156 хаттың барлығын байқадық. Енді осы 156 хат қазақтар жағынан жазылып, мәлімдемелермен бірге осы патша ордасына келеді, сол жерде сақталып бүгінге жеткен. Енді осылардың ішінде біздің қазір тексеруге қарағанда 5 парша жәнегі ханның жарлық хаты бар. Осылар шығарып тастаған қалғандардың барлығы да қазақтың сол кездегі хан сұлтандары жағынан жазылған хаттар болып есептеледі. Енді бұның ішінде жәнегі тот моңғол жазуындағы жазулар бар, хаттар. Енді оны негізінен алғашқы кезеңдерде, яғни Абылай ханның алғашқы уақыттарында, одан кейін жаңа Әбілпейіз бар, осылардың бірлікте алғаш кездерде осындай хаттарды жазған. Бірақ бұл хаттардың барлығы кейін келе уақыттың өтуіне байланысты біртіндеп азая бастаған. Енді бірінші айта кететін нәрсе, осы хаттарымыз және қазақ хандығы болғанда қайсы хан сұлтандар арқылы жазылды деген мәселеге саятын нәрсе. Осы арқылы біз жәнегі табылған дүниелердің барлығын қарастырып көрдік. Мысалы, кезіндегі Чин патшалық дәуірінде қазақтарды үш жақтан қарастырған. Бірін оң қанат, енді бірі сол қанат, енді бірі батыс қанат деп осы үш жаққа жіктеген. Енді біз осы жүлгі бойынша және қазаққа қатысты деректерді қайттық дегенде үш жүлгіге салып жіктеп көрдік. Ішін ақтарып көрдік, қайсысына тән деген мәселе. Енді осы бойынша жіктегенде әрине сол қанат, оң қанат, батыс қанат бойынша. Енді сол қанат деп отырғаны негізінен Абылай хан және оның ұрпақтары жағынан құрылған және қазақ билігіне қарата айтқан. Яғни сол кезде Чин патшалық және Абылай хан және ұрпақтарының билігін және сол қанат қазақтар деп атаған. Ал оң қанат деп отырғаны бұл Әбілпейіз. Әбілпейіз әрине білеміз, бұл жәнегі қазақтың Әбілмәмбет ханның екінші ұлы ретінде хатқа түскен. Осы кісі және оның ұрпақтары жағынан хатталған дүниелер. Ал батыс қанат құжаттары қайсылар дегенде, бұлар негізінен жәнегі қазақтың тағы бір ханы болған Тұрсын хан. Осылардың ұрпақтары жағынан хатталған дүниелер осы батыс қанат құжаттары ретінде қарастырамыз. Ал енді қазірге дейінгі жәнегі сақталған құжаттарды осы үш қанатқа бөліп қарастыратын болсақ, әрине олардың сандық жағындағы сандық мөлшері бір-біріне ұқсамайтынын байқаймыз. Енді осының ішіндегі
хаттарды көп жазғаны әрине оң қанат қазақтар, яғни Әбілпейіз және оның ұрпақтары жағынан жазылған хаттар. Бұл жәнегі оң қанат құжаттар. Ал енді осының ішіндегі сол қанат құжаттардың жағдайын қарай кетейік. Жалпы сол қанат құжаттардың жағдайында қазақша жазылған құжаттардың жалпы саны 25 парша. Бұл жәнегі Абылай хан дәуірінде, онан кейін Абылай хан баласы Уәли хан дәуірінде осындай жәнегі Абылай хан әулеттері жағынан жазылған дүние. Жалпы саны 25 парша. Ал енді оң қанат құжаттарын қарайтын болсақ, бұл жаңа айтып өттік, бұның жалпы саны көп дедік. Қазірге дейінгі белгілі болғаны 109 паршадай жәнегі қазақша құжаттар жазылған. Енді бұл жерде жәнегі осыншама көп құжаттардың қатқа түсуде жәнегі Әбілпейіз және оның жасаған, қоныстанған өңірлеріне байланысты болса керек. Өйткені олар жәнегі еліміздің жәнегі тең дәуіріндегі шекара өңірлерге орналасқан, сондықтан бір-бірімен барыс келісі тығыз болған. Осыған байланысты жәнегі жазылған хаттардың санда бір шама мол. Жиыны жаңа айтып өттік, жалпы 109-дай парша хат жазылған. Енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе, жәнегі 109 хатты Әбілпейіз, яғни оң қанат қазақтар жағынан жазылды дедік. Осының ішіндегі хаттардың көбін және Әбілпейіз және ұрпақтары. Ал осымен бірге Әбілпейіздің ағасы Болатқанда хат жазысқан. Осыларды да біз осы зерттеудің қатарына алдық. Ал үшінші бірі батыс құжаттары. Бұл жаңа айтып өткен Тұрсын және оның ұрпақтары жағынан жазылған хат. Бұлардың жалпы саны қазірге дейін 17 парша хат табылып отыр. Осы туралы зерттеулерді жасадық. Енді қазірге дейінгі зерттеулердің жағдайы қалай дегенде, біз ел іші сыртында зерттелген дүниелер қазір бұрынмен салыстырғанда едәуір жақсы. Жалпы бұны зерттеп жүргендер біздің елімізден басқа елдерде, мысалы Жапония елінде, онан кейін бір Қазақстанда осы жақтарындағы зерттеулер қазір жасала бастады. Екі елдердің арасындағы, елдер мен елдердің арасында достық қарым-қатынасқа байланысты жасалып отырған дүние. Саны көп емес, енді бұл зерттеу басталып отыр. Енді осының ішінде жәнегі кезінде жапониялық екі ғалымның жазған кітабы бар. Осы кітаптарды қарайтын болса, жәнегі ішіндегі қазақ қатысты деректерден оңғанша парша хатты дайындап зерттеген. Ал одан өзге және кезінде 2006 жылдар және Қазақстан зерттеушілері жағынан жарық көрген еңбекте 2 парша осындай қазақша құжат басылған. Бұдан сырт азды көпті және Тот Моңғол жазуындағы жазбаларда ақырындап зерттеу үстінде. Қазірге дейін бірнеше хаттар ресми баспаларда жарияланып отыр. Бұл енді біз қазірге дейінгі жәнегі қазақтар жағынан жазылған хаттар туралы алғашқы ізденісіміз әрі негізгі табылған құжаттарды осындай 3 қанатқа бөліп жинақтау негізіндегі қорытқан ойымыз. Енді осыны білгеннен кейін енді осы хаттардың нақтылы жағдайына келетін болсақ, бұл хаттардың алды сонау 1757 жыл жазылған. Яғни бұл жыл сиыр жыл деп атайды. Қазақтар осылай хатқа түсірген, сиыр жылы. Яғни жыл санау бойынша қазіргі тура 1757 жылға тура келеді. 1757 жылға тура келеді. Енді ең алғашқы хатты кім жазды? Ол қандай жазумен жазылды деген мәселе әрине осы мамандықпен айланысқан мамандар үшін де, оқырман үшін де, студенттер үшін де аса маңызды. Осыны айта кетіп жөн көрдік. Ең алғашқы хат әрине Абылай хан және Әбілпейіз жағынан жазылған. Бұл хат Тот Моңғол тілінде жазылған. Яғни жәнегі жоңғарлар тыныштандырылғаннан кейін Чин патшалығымен жәнегі қазақтардың арасында, оның ішінде Абылай хан, Әбілпейіз бастаған жәнегі қазақ сұлтандарының арасындағы барыс келіске байланысты, достық қарым-қатынасқа байланысты алғаш осындай хаттар жазылған. Бұл хатты 1757 жылы жәнегі Абылай ханның елшілері, яғни Кенжеғара бастаған 11 елші
алып келген. Бұның ішіне және Абылай ханның жіберген 4 елшісі бар. Әбілпейіздің 3 елшісі, жиыны 7, жандарында 4 қосшы, жиыны 11 адам келген. Енді қазіргі дейін зерттеу қарағанда осы 11 адам алдымен қазіргі Чыңды қаласында біздің патшаның жаздық ордасы бар. Осы ордаға патша осы ордада қарсы алған. Енді кейін зерттеу қарағанда осы ордада кезіккеннен кейін қазақ елшілерінің талабы бойынша жәнегі Чыңдыдан, жәнегі жаздық ордадан Бейжіңге келіп, осында патшаның қонағасын қабылдап, патшаның жанында болып, онан кейін осы Бейжіңнен аттанған. Енді бұл туралы ең алғашқы зерттеуді әрине кім істеді деген мәселе туындауы мүмкін бұл арада. Енді осыны айта кететін болсақ, бұны 2006 жылы жәнегі жапониялық жас ғалым Онома Такахиро деген тарихшы ғалым осы қатты алғаш рет зерттеген. Енді осы қаттың жағдайын көретін болсақ, бұл жәнегі 1757 жылы Абылай мен Әбілпейіздің Чалың патшаға жазған тұңғыш қаты. Тот моңғол тілінде жазылған. Қарап отырсаңыздар, жәнегі жоғарыдан төмен қарай жазылады. Бұл тілдің дағдысы өйткені тот моңғол тілі ескі жәнегі көне ұйғыр, көне соғды жазуларының негізінде жасалған дүние. Қазақ және хан сұлтандар алғашында осылай қат жазған, осы жазуды пайдаланған. Осы жазу арқылы және алғашқы хатын жазған. Бұл хат жәнегідей зерттеді дедік, онда сол тарихшымыз бұл хатқа жан-жақты тоқталып, үлкен мақала жазған. Бұл енді жалпы осы салаға өте таныс. Бұл хат қай жылдары жазылды, қай жылдар жәнегі осы Бейжіңге келді деген мәселелердің барлығына жақсы тоқталған. Енді бұның алдында біздің еліміздегі көптеген тарихшылардың барлығы білетін жәнегі Қансуша нұсқасы. Яғни Қансуша нұсқасын көретін болсақ, алдымен көрейік. Біздің үнемі көріп жүрген жәнегі сақталған нұсқа осы. Бұл жәнегі түп нұсқадан аударылған нұсқасы. Бұл бізге өте таныс нұсқасы. Енді айланып жәнегі қатқа тағы бір келе кетейік. Тағы бір қатқа келейік. Мына қарап отырсақ, бұл жерде екі таңба орны бар, жәнегі сопақшылап таңба сызып ішіне екісінің атын жазған. Бірі Абылай хан, енді бірі Әбілпейіз. Яғни қатты қарасақ, осы екі жазуды байқаймыз, оның бірі екеуі де Мәнжуша жазылған, яғни Мәнжу тілінде қатқа түскен. Бұл деген сөз осы қаттың кейін сол қазақтар жағынан келген еншілерден тапсырып алғаннан кейін жергілікті әкімшіліктегілер бұны аударып, онан кейін патшаға жібергендігін байқауға болады. Бұл осы Мәнжуша қатқа байланысты айта кететін жағдай. Бұл хат әрине 1757 жылы 10 айларда осы Бейжіңге, яғни қазіргі патшаның жаздық ордасы және Хыбидағы Чыңды қаласында болған, осында әкелінген. Енді қазақ әрі Чин патшалар арасындағы жәнегі достық, саяси экономикалық қарым-қатынас дәл осы кезден бастау алады. Осындағы бас елшіміз кім дегенде Кенжеғары деген кісі болған. Бұл Абылайдың жәнегі қоласына қараған қазақтар жағынан болып табылады. Өйткені бұл Кенжеғара кім дегенде, Кенжеғара әрине бізге өте таныс қаз дауысты Қазбек деген әйгілі жәнегі би. Осының немере баласы деп қаттылған. Немере баласы деп қатқа түскен. Сондықтан осыдан білуге болады, жәнегі Абылай хан осындай бір қазақтың арасында беделді адамдардың ұрпақтарынан жақсы бір батыр билерін талдап, осындай бас елші ретінде бізге осы елімізге, яғни Чин патшалығына елші аттандырған. Бұл енді қатты жәнегі журналдарда жақсы таныстырып аударған. Ал енді кейін осы қат кейін 2010 жылы
Нодажин және Онма Тағагүйро екеуі бірлесіп жазған еңбек бар. Яғни Чин патшалық дәуіріндегі қазақ сұлтандарының жіберген хаттарының жинағы деген. Осында осы мақала қайталай берілген ағылшын тілінде. Енді студенттер, жалпы оқырмандар бұдан кейін сол хатты, сол кітаптарды оқып жалғасты көрулеріне болады. Егер уақытымыз жарып жатса, кейінгі кездерде бұл туралы арнаулы тоқталуға да мүмкіндігіміз бар.